Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін құрамына бар болғаны 2 жұмыртқа салып, өте дәмді кестелі 20 дана құймақ пісіретін боламыз. Ең алдымен менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін және де жаңадан шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін әрдайым менімен бірге болыңыздар. Подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алған болсаңыздар, құймақтарымызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға шағып, үстінен шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Кейін осы қоспамыздың үстінен сүтімізді салатын боламыз. Енді осы 3 ингредиентімізді тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Енді осы массамыздың үстінен ұн салатын боламыз. Алдын ала електен өткізіп қойыңыздар. Барлық ингредиенттерімізді жақсылап араластырып аламыз. Ингредиенттердің мөлшерін описание бөлімінде толықтай жазып кетемін. Сіздерге егер де видео ұнап жатса, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Енді осы массамызды, мінеке қараңыздар, осындай қоюлықта болу керек. Осы массамызға қазір біз қайнаған су құятын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сода салып аламыз. Көп салмаңыздар, соданың дәмі құймақта білініп қалады. Енді осының үстінен қайнаған суымызды саламыз. Қайнаған суымызды осы массамызға сала отырып, венчикпен бірден араластырып, осылай араластырып тұрамыз. Мінеки осындай сұйықтықтағы масса шығады. Енді біздің соңғы қоспамыз сұйық майды салып, құймағымыздың қамырын жақсылап және де араластырып аламыз. Табамызды алдын ала отқа қойып, жақсылап қыздырып алу керек. Кейін таба қызғаннан кейін отты орташа деңгейге қоясыздар. Мінеки осылай пісіріп аламыз. Білесіздер ме, осы құймақтардың ең идеальный рецептін 1 жыл бойы іздедім. 1 жылдан кейін өзім бұлай құрастырып жүріп, осындай рецептке тоқтадым. Өйткені алдында пісіретін кезімде табаға жабыстырып ала беретін едім. Қазір осылай пісіремін. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Кейін құймақтарымыз піскен кезде осылай сары май жағып қойсаңыздар болады. Құймақтар өте балғын, жұмсақ болып тұрады. Осылай шөмішімізді қатты толтырмай, жартыдан кішкене көп етіп саламыз қамырымызды. Мінеке осылай кестелі болып, әдемі болып піседі. Мінеке құймақтарымыз өте дәмді, хош иісті, кестелі болып дайын болды. Енді өз қалауларыңыз бойынша осылай арасына салма қосуға болады. Мен творожный масса салып, осылай әдемілеп орап алдым. Және де салмаға картопты қайнатып салсаңыздар болады. Немесе фаршты қуырып та салуға болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.